Бәріңізге сәлем. Бүгін 2 ингредиенттен тұратын өте дәмді гемоглобин салатын жасаймыз. Ол үшін бізге керегі қайнатылған қызылша және майонез. Қызылшаның барлығын теркінің ұсақ жағына өткіземіз. Теркіден өткізілген қызылшаға 3 ас қасықтай майонез салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп араластырамыз. Қазір сіздерге оформление жасаудың бір ерекше жолын көрсетемін. Ол үшін бізге осындай сорпа кесе керек. Сорпа кесенің үстіне осындай пищевой пленка немесе кәдімгі мешок болса, осылай кесіп саламыз. Видеода көрсетілгендей, пищевой пленкамыз кесенің түбіне тегіс жабысу керек. Содан кейін үккіштен өткізілген қызылшаны осылай тығыздап саламыз. Салып болған соң, салатыңызды салатын тарелканы үстіне аударып, оны кейін қарай төңкереміз. Сосын абайлап кесені аламыз. Мінеки осындай ерекше әдемі болып шығады. Одан кейін қолыңызда бар көк шөптермен оформление жасасаңыз болады. Менде сельдерей жапырақтары қалған, соларды әдемілеп жан-жағына қойдым. Осылайша өз қалауыңыз бойынша оформление жасасаңыз болады. Ас болсын!